Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында шалфей шөбінің қандай пайдасы бар екенін айтатын боламын. Арнама тіркеліп маңызды белгісін басуды ұмытпаңыз. Шалфей шөп медицинадағы ең танымал өсімдіктердің бірі. Оның емдік қасиеттері ежелден белгілі. Ингаляциядан және ауызды шаюдан басқа, ол медицинаның әртүрлі салаларында, соның ішінде дәрілік препараттардың құрамында белсенді қолданылады. Бірақ бұл зауыттың ерекшеліктерін білу өте маңызды. Көптеген тетраэдрлі тығызды жапырақты сабақтары бар жартылай бұта. Жапырақтары қарама-қарсы ұзынша, сұр жасыл, мыжылған, гүлдері екі ерінді, көк күлгін, жалған бұрылыстарда жиналып, борпылдақ шыбық тәрізді шоғырланып құрайды. Жеміс 4 жаңғақтан тұрады. Ғасырлар бойы шалфей терінің де ішкі органдарында қабынуы ауруларын емдеу үшін қолданылады. Бұл зауытта көптеген пайдалы компоненттер мен биологиялық белсенді қосылыстар бар. Бұл оны ерлер мен әйелдер проблемаларын кешенді емдеуге қолданады. Құрамына келетін болсақ, шалфей жапырағында эфир майы 0,5 пен 2,5%, қоюландырған таниндер 4%, тритерпен қышқылдары, дитерпендер, шайырлы заттар 5-6% және ащы, флавоноидтар, кумарин эстулетиді және басқа да заттар бар. Шалфей өсімдік туралы ерекше нәрсе. Бұл кішкентай өсімдік құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Бұл витаминдер мен минералдар ғана емес, сонымен қатар бірқатар биологиялық белсенді қосылыстар. Бұл шайырлар мен шайырлар, камфора, жеміс қышқылдары, таниндер, алкалоидтар, сальвин, флавоноидтар және фитоницидтер. Осы құрамның арқасында өсімдік бірқатар терапиялық және профилактикалық әсерге ие. Бұл Еуропада, біздің елде және көрші мемлекеттерде өсетін көп жылдық шөп. Оны фитошикізат немесе косметика құрамдас бөлігі ретінде пайдаланып, егістікте мәдени өсімдік ретінде өсіреді. Шалфей негізінде псориазға қарсы препараттар дайындалады. Олар туберкулезбен ауыратындарды емдеуге, бас ауруы мен ревматизмді, бүйрек аурулары мен анемияны емдеуге қолданылады. Сонымен қатар, шалфей дәмдеуіштер ретінде кейбір тағамдарға да дайындау кезінде қосылады. Оны бал өсімдіктері деп те атайды. Шалфейдің емдік қасиеттері: дәрілік заттардың әртүрлі формасындағы шалфей сыртқы және жергілікті құрал ретінде қолданылады. Сонымен қатар тұндырылмаларды, қайнатпаларды немесе тұнбаларды ішкі қолдануға болады. Зауыттың емдік әсері витамин мен минералды компоненттер мен биологиялық белсенді заттарды біріктіру арқылы жүзеге асырылады. Шалфей мыналарды емдеуге алдын алуға қолданылады: қабыну, терінің және шырышты қабаттардың инфекциясы, жұқпалы және қабыну гинекологиялық аурулар, жоғарғы тыныс жолдарының зақымдануы, бронхтардағы инфекциялық және қабыну процестері, несеп-жыныс жүйесінің аурулары, ас қорыту жүйесінің бұзылуы, орталық жүйке жүйесінің бұзылуы және оның вегетативті бөлінуі. Сонымен қатар, шалфей салмақ жоғалту кезінде гормоналды метаболизм мен метаболизмді қалыпқа келтіру үшін қолданылады. Әр аурудың шөптік медицинаның өзіндік түрлері бар. Ол кешенді терапия құрамында дәрігердің ұсынысы бойынша қатаң түрде тағайындалады. Шалфейді косметологияда қолдану. Шалфей орынды түрде жасартатын агент болып саналады. Себебі ол С дәруменіне бай. Қартаю белгілері пайда болған кезде ішеді. Сондай-ақ өсімдік салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Сондықтан оны семіздікке көмекші ретінде тағайындайды. Шалфей жапырақтары безеу, іріңді тері аурулары, себоррологиялық дерматитке көмектеседі. Құрамында А дәрумені көп болғандықтан, олар қабынуды жеңілдетеді және терінің саңылаулық зақымдануын емдейді.
көбінесе зауыттан алынған отвар қолданылады. Бұл жууға, проблемалы аймақтарды емдеуге жарамды. Сорпадағы жылы маскалар шаршау белгілерін кетіруге, көз астындағы сөмкелерді алуға көмектеседі. Сондай-ақ өнімді мұздатуға және сүрту үшін косметикалық мұз кесектерін жасауға болады. Шалфей сонымен қатар шашқа терапиялық әсер етеді. Осы өсімдікке негізделген үйдегі дәрі-дәрмектер қайызғақтан арылуға, бұйраларды нығайтуға және олардың өсуін ынталандыруға көмектеседі. Шалфей шайына келер болсақ, 2 ас қасық шалфейдің жапырақтарын 1 стақан қайнаған суға құясыз. 1 сағат тұндырып қойып, сүзіп аласыз. 200 мл сумен сұйылтыңыз. Инфузияның барлық пайдалы қосылыстарын сақтау үшін оны қақпағы тығыз жабылған ыдыста дайындайды. Тамақтанудан 30 минут бұрын 40 мл алыңыз. Инфузияны 3 аптаға дейінгі курстарды күніне 2 рет ішуге болады. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жазып қолдап беріңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте ерекше.